Саламатсыздар ма оқушылар? Біз бүгін сіздермен 7-ші сыныптарға арналған номер 4-ші практикалық жұмыс тағам құрамындағы қоректік заттарды анықтау жұмысын бастаймыз. Бізге қажетті реактивтер мен құрал-жабдықтар. Мыс 2 валентті сульфаты, йод ерітіндісі қажет болады, картоп қажет болады, петри табақшалары, тауық жұмыртқасы қажет болады және тамшылар. Сондай-ақ күнбағыс дәні қажет болады және сүзгі қағаз. Енді сонымен жұмысымызды бастайық. Бірінші тәжірибе. Тауық жұмыртқасының құрамындағы нәруызды анықтап көрейік. Ол үшін ең бірінші нәруызбенен жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп аламыз. Енді осы нәруыздың үстінен тамшылармен тамшылатып, мыс сульфаты ерітіндісін құямыз. Не байқалғанын анықтаймыз. Ақ тұнба пайда болып жатыр, қараңдар.